Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Ақтауға шығып бара жатырмыз. Семейный отдых бізде дейсің ғой. Отбасымызбен. Күн деген кішкене салқындау тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Алда қызықтар түсіремін. Посылкамды алып келуге кеттім. Жаңа пост бізбен бірге бір жыл жұмыс жасап жатырмын. Жаңа постпен қазіргі уақытта самый күшті карголардың бірі. Товарымды алып келуге кеттім. Бұйырса распаковка күтіңіздер. Ой, біздер мына жаққа соғып кеттік. Енді оған дейін сен қазір Мына қыз тыңдамай игровойға кетіп бара жатыр өз алдына. Басқа жерге барамыз десек. Бері кел, басқа жаққа барамыз. Ясина, пока, біз кеттік, Ясина біз Жүр, түс, кетеміз, кетіп отыр. Кетеміз, жүрден түс бол. естерінде қалып қойуың қарашы, мына жерге келіп ойнағандар. Түседі ғой ақырет. Омар қайда кеттік? Бөпелер ойнайтын жерге ана. Игровойды бұлар, бөпелер ойнайтын жер деп айтады. Түс бол. Сарбазарға келдік, біздің Ақтаудағы ең үлкен базар. Бізде базарлар, в общем, түстермен аталады. Ақ базар бар, сары базар бар, жасыл базар бар, көк базар бар деген сияқты. Микрорайондарымыздың бәрі сандармен аталса, базарларымыз осындай түстермен аталады. Ана екі бәріміз жүріп қойын, семейный день, в общем, бізде. Бізде базарда осындай қазақи үлгідегі бутиктер көп. Өйткені Маңғыстауда білесіздер, көбісі жаңа қазақи киімдерге киеміз ғой. Бізде мерекелер тойланады, қыз ұзату, құдалық дегеннің барлығына осындай қазақша стильде киімдер киіп барады. Даже кішкентай балдарға да арналған осындай қазақи киімдер бар бізде. Бір жас, сүндет той, барлық осындай қазақша киімдермен өтеді бізде. Сол үшін бізде бұлар актуальный да, бутиктер. Көп базарларда, басқа қалалардың базарларында бұндай кездестірмейсіздер ғой. Базарымыз осындай жарық, таза іші. Сыртында да бар. Бұл ішкі беті. Міне қараңыздар, қазақша киімдер өте әдемі. Барлығы қолөнер, қолдан тігілетін, на заказ бәрі. Осындай. Привет. Сәлем тұстар де, ютубқа түсіріп атым Омар. Не істедің, конечно, шалбар алдың, көрсетші, кәне. Вау, осындай шалбар алдың, Омар, күшті. Қалтасы бар, да? Модный шалбар алды осындай. Өзде бүгін стилі осындай өптірсі. Айналшы, кәне. Күшті өптірсің, Омар. Мама, бүгін біз ойнайтын жерге бардық кеше. Қазір барамыз ойнайтын жерге. Соны түсіреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге болса. Өзімді де көрсетіп қояйын. Біз осылай бәріміз бүгін отбасымызбен базарда жүрміз. Енді негізі Ақтауға балаларды ойнатамыз деп келгенбіз, жеке шаруаларымызбен. Сол сіздерге арасында осындай үзінділер салып отырамын. Мына екеуі жүрмін. Осындай вывескілерді қарап жүреді екен. Пока үйдегілер покупка жасап жатқан кезде осы сіздерге уақыт тауып түсіріп жатырмын. Біз енді ақ базарға келдік. Бұл жақта тек ыдыстар, маталар сатылады. Осындай орамалдар, сосын сухофруктілер бар. Қазір көрсетем. Сырт енді осындай онша емес. Ішінде енді бүкіл жаңа той жасайтын болса, тағы да бір маталар алатын болса, осы жаққа келеді адамдар бізде.
Іштері осындай. Ой. Mana ішінде маталар келең. Осындай үйге керек заттар. Тек осындай заттар сатады. Тойға керек заттар, шашулар болсын, басқа да осындай ыдыстар. Тек осындай заттар сататын базар. Басқа базардан айырмашылығы бұның іші салқын болады. Закрытый бутиктер жасалған адамдар өздері. Бірақ іші салқындау болады. Дала бірақ бізде бүгін плюс градус. Сонда да салқын. Сухаралықтың түрі бар. Мұның іші арзан ғой. Ценаларын қараңыздар. Умардың қарны ашып осындай. Күшті ма? Қарның ашып кетті ма? Сол енді. Жей тұр енді, пока пицца жей тұрғанша. Тәтті ма, Умар? Жүр енді. Жүр. Осыны жүр. Кеттік. Ой, қалада үйге келдік. Намаз оқып, осы яқтан ары қарай балдарды детске қалып, бір қалып, обед жеуге кетеміз. Погода деген күшті, бұл тұр, күшті. Ой, біздің район жақта жұмыс жасап жатыр. Ремонт болып жатыр. Мына жерге көптен бері келмеп едік. Асфальт салып қойды. Негізі новый микрорайон ғой. Ішін енді обустраивать етіп жатыр да. Мына бізде жақында ашылған мектеп. Артында тағы да мектеп бар. В общем, жақсы район бұдай. Жаяулатып, балаларды ойнатуға барадық. Көптен бері жаяу жүрмегесін аптығып ентігіп кәдір мұқырсын, ужас. Ой, мына садик, жеке садик. Мынау да тоже садик. Бізде қазір жолдың арғы бетіне өтіп, маршрутке мінеміз. Маршрутке мінді көптен бері мінбеп едік. Игровойға келдік, мыналар бастап кетті уже ойындарын. Адам бүгін ондай көп емес. Үстінде кафесі бар, астында осында игровой бар, туалеті бар, гардеробная, барлығы бар жағдай жасалған. Wi-Fi бар дегендей. Адам өте аз бүгін. Шырша тұр әлі. Бұлай беріп адырға от души ойнап алсын деп, каустан шығып, тамақтануға барамыз. Көп шаруамызды бітірдік бүгіндікке. Енді осы екеуін ойнатып, сосын үйге қайту. Давай, давай, Яси. Умар, абайла. Давай, кеттік. Жат, жат. Давай, Умар, кеттік. Давай, давай, жат, тұрған жат. Есен, жат ау. Ұстап алам кет. Ұстап алам кет. Ер ұстап алам. Давай, кеттік ау. Бір, екі, үш. Бұл. Давай, давай, стань. Давай, кеттік. Ясина еке ұстап түскені. Әй, итерме өтіп. Давай, кеттік. Сөйтіп. Абайла бір-бірін итерме қап көгесін деп. Давай, Умар. Ой, менің қызыма бір өз ойнаған жағы отыр. Мына кішкентай бала қайта-қайта құрғанын бұзып тастап отыр. Соған көңіл толмай отыр менің қызым. Умар енді от души ойнап жатыр. Ой. Ей, абайла шеш баланы. Абайла есіне.
Ананы ұста екінші қолмен. Давай, 1, 2, 3. Атамызға куртка таңдауға келдік. Дүкенге біздегі скидка отыр екен еще как раз. Біздің үйдегілердің любимый дүкендері. Осылайна тұрмыз.